Сәлем оқырман, бүгін сіздермен дәл осындай пеште пісірілген және қуырылған пирожки түрлерін дайындаймыз. Бірінші кезекте 2,5 кесе жылы судың үстіне 1,5 қасық қант салып, және оның үстінен керек мөлшерде ашытқы салып, ерігенге дейін араластырамыз. Мен 1,5 қасық ашытқы салдым. Осымен қамырымыз ашитын болады. Ашытқы дайындаған кезде суыңыз міндетті түрде жылы болуы керек. Барлығын бірге араластырып болғаннан кейін, оның үстінен 100 граммдай ұн салып, түйіршігі қалмайтындай етіп бір келік етіп араластырып аламыз. Нан ашытудың түрлі тәсілдері болады, әркім әрқалай ашытады. Бірақ мен үшін ең оңай тәсілі осы болғандықтан сіздермен осы рецептпен бөлісемін. Дайын болған массамыздың бетін жауып, жылы жерге шамамен 15 минутқа қалдырамыз. Міне 15 минут өтті, біздің ашытқымыз дайын болды. Видеода көріп тұрғандарыңыздай үсті осылай көпіршіп тұру керек. Енді бөлек ыдыста керек мөлшерде ұнымыздың үстіне тұз салып араластырып аламыз, және сұйық массамыздың үстінен керек мөлшерде сұйық майымызды құйып, енді осыдан қамыр илейміз. Мөлшерден тыс қатты көп ұн салып қажет емес, міне осындай жұмсақ қамыр дайындауымыз керек. Және бетін жауып, жылы жерге шамамен 30-40 минутқа қалдырамыз. Нан ашығанға дейінгі уақытта пирожкидің салмасын дайындай берсек болады. Мен орам жапырақтан, яғни капустамен пирожки жасаймын. Бірінші кезекте сұйық майда пиязымды қуырып алып, оның үстінен орам жапырақты салып, барлығын бірге қуырдым. Біздің орам жапырақ кішкене қуырыла бастаған уақытта дәміне қарай тұзын, бұрышын, барлық дәмдеуішін салып, оның үстінен кішкене томат пастасын салып, араластырып, егер түбі күйіп жатқан жағдайда сәл ғана су құйып жіберіп, міне осындай жұмсақ салма дайындаймыз. Әрине, пирожки дайындау кезінде қандай салмамен дайындау, ол өз қалауыңызда. Міне біздің қазір орам жапырағымыз дайын, көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ. Біздің салманы дайындап болғанша қамырымызда ашыды. Бұл менде қамырымның екінші рет көтерілгені. Мен әдетте бірінші ашыған қамырды бір рет қолымды сулап басып тастап, одан кейін екінші көтерілгенін барып қана пайдаланамын. Кей жағдайда ашыған қамырға ешқандай ұнды жақындатпай сұйық маймен жұмыс істейтін кездерде болады, бірақ өзіме осылай ыңғайлы болғандықтан, міне ұнның көмегімен осылай өзімізге керекті мөлшерде дөңгелек етіп бөліп қамырларымызды пирожкиге дайындап аламыз. Қамырымызды дөңгелектеп алғаннан кейін оның үстін матамен жауып қойыңыз, сонда ол екінші рет көтерілетін болады. Дайын болған қамырымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай жайпақтап, ортасына салмасын салып, противенге орналастыра береміз. Бұл рецептпен менде үлкен көлемді 16 пирожки шықты. Міне пешке пісіретімізді дайындап болып, енді қуыратын пирожкиларымызды дайындап аламыз. Дайын болған пирожкиміздің үстінен жұмыртқаның сарысы мен сүтті араластырып осылай жағып шығып, оның үстінен өз қалауыңызша күнжіт сүйіп шықсаңыз болады. Енді 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен жарты сағат пісіреміз. Жарты пирожкиді пешке жібергеннен кейін жартысын осылай қуыра берсек болады. Қатты қызып тұрған майға шетінен салып отырып, осылай пирожкимізді пісіріп аламыз. Бар болғаны жарты сағаттың ішінде міне осындай әп-әдемі пирожкилеріміз дайын болды. Өзі сондай жұмсақ және ортасы да өте жақсы болып көтеріліп піседі. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай сіздерге бөліп ортасын көрсеттім. Пеште піскен түрі де, қуырылған түрі де толықтай көтеріліп, ортасы толықтай піскен. Осы рецептпен міндетті түрде дайындап көріңіздер. Пирожкилеріңіз суып, 2-3 күн тұрғаннан кейін де тіпті жұмсақ күйін жоғалтпайтын болады. Сіздермен болған Айгерім, назарларыңызға көп рахмет. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап кетуді ұмытпаңыздар.